Ертең таңертең уже Қытай елінде болғанбыз. Регистрацияны өткізбей қойды. Завод құрастырумен ғана айналысады, құрастырып жүреді. Қай жерде де қандай арзан дүние бар, қай жерде де қандай сапалы дүние бар. Бір кордонды сөйткенде ұйықтай береді екен деп маған. Тек қана шетелге емес, яғни Қытайдың өзінің ішкі нарығына да алып кетіп сатады екен. Тоже конвейерный система, ақырындап қалау бойынша сыртына жазулар жазғызып, орысша, қазақша. Хончжоу қаласында 20 миллион халық тұрады екен. Аэропортта регистрация кезінде бізде өте төтенше жағдай болып қалды. Аяқ астынан регистрацияны өткізбей қойды. Визаның өзі, виза алсақ та соны өткізбей қойды. Визадан бөлек тағы QR код деген нәрсе керек екен. Hatch Declaration деген бір нәрсе шықты, біз түсінбедім, мен толком түсінген жоқ. Сол жақтан декларация, сол жақтан QR код болу екен. Енді осы жерде біз сияқты тағы бірнеше кісілер тоже визасының көмегі тимей қиналып жүр екен осы жерде. Яғни өте алмай, регистрацияны өте алмай. Бәріміз жабылып, жүгіріп жүріп, әйтеуір сұрастырып жүріп, QR кодты алдық қысқа мерзімнің ішінде. Осындай инструкциямен QR код алу керек болады. Ташкентке дейін 1-2 сағат ұшамыз. Ташкентте 6 сағат боламыз, одан кейін 5-6 сағат Пекинге қарай. Нормально арзанға түсті, негізінде қатты қымбат емес. 200 мыңның шамасында. Біз Қытайға жол тартып жатырмыз, бұйырса. Сапармен жаңа кәсіпорындар, алба заводтарға жаңа қандай кәсіп ашуға болады, Қазақстанға не алып келуге болады, не көшіруге болады деген мақсатпен. Жол серігім қуандық, кәсіптедегі серіктесім, өмірде де осы сапарда да бірге серіктес болады. Іске сәт, жолы болсын, жолымыз ашық болсын. Ташкентте бізде 4-5 сағат уақытымыз бар, сондықтан қалаға шығып кеттік. Қалада Қуандықтың досымен кезігіп қонақ болып отыр. Ташкентте жігіттер күтіп алып, қаланы қыдыртып жүр. Қонақ болып, тамақтарын алдық. Хилтон деген гостиницама келдік. Керемет сияқты ше. Аэропортқа келіп риза болдым Ташкенттің, себебі біраз нәрсе автоматтандырылған. Паспортыңды прямо сканерге қойып, өзі тексереді, өзі қадағалайды. Аэропорт өте кең, супермаркет ішінде аралап, керек нәрсеңді алуға болады деген сияқты. Отыратын орын жетеді. Қысқаша осы, енді Пекинге кетіп бара жатырмыз. Ертең таңертең уже Қытай елінде болғанбыз. Осындай аппараттар тұрады екен. Бұл аппараттар саусақ іздерін барлығын басы болады былай айтқанда. И осындай талон береді. Не қытайша білуің керек, не ағылшынша білуің керек қой. Орысша не қанайды, бұл жерде ешқандай әңгіме өтпейді, түсінбейді. Енді ағылшынша сұрақтар қойды. Визит мақсат, келудегі мақсаты не? Қанша күнге келатсың деген сияқты сұрақтар. Ішкі рейстерге өтіп алдық. Қазір Пекиннен енді Хончжоу деген қалаға баруымыз керек. Өтті үлкен, адасып кетуге болады. Аэропорттың іші әдемі, әрі үлкен. Бәр жерде Face ID, бәр жерде түрін түсіресің, бәр жерде камера болып. Пекиндағы 3 аэропорттың ең нашар екен. Тағы да 2 аэропорт бар екен. Ханчжоу деген қалаға келдік. Примерно қандай қала екен қазір. Суретін көрсетейін. Осындай қала.
Asya'da en көп жер осы Ханчжоу, Шанхай, Пекин, Гуандун. Ерзат деген бауырымыз күтіп алды. Шүкай деген серіктесі бар қасында. Вот. Біз бұлармен Алматыға келген кішігірім қонақ қылып жүргенбіз. Енді бізді қонақ қылып жатыр. Күтіп алып. Шүкай, қалай екен Шүкай жағдайың? Никуда怎么样是的？Ерзат деген бауырымыз Қазақстандағы біраз кәсіпкерге Қытаймен жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлер біраз тануы мүмкін. Біраз тауарларын, керек нәрселердің барлығын жеткізіп беріп отырған осында Ерзат деген бауырымыз. Менің де өзім жаңағы ванналарын жеткізіп беріп отыр. Ондықтың бүкіл жаңағы Зумав мотоцикл дистрибуциясын алып берген осы жігіт. Ешқандай тиынсыз сөйлесіп, яғни Қытайдың кәсіпкерлерімен кәсіби деңгейде сөйлесе алатын жігіттердің бірден бірі ғой. Солай ма? Дұрыс. Ханчжоу қаласында 20 миллион халық тұрады екен. Бүкіл бір Қазақстан, бір қалада. Обязательно Қытайға келген кезде осындай сусынды, но енді жемістің шырыны ғой. Былай айтқанда фреш. Ерзат бауырымыз бізде гостиницаға алып келді. Енді гостиницасының түрін көрсетейін мен саған. Терезені ашып жібершінші. 地下停车场 BRC 区一样的。没有，等一会儿我们就再出来了，麻烦的很，就停那儿吧。你现在也过不去啊！你把那白车往前移一下，然后我们过去。23 этаж. Келдік, жайғастық қонақ үйге. Ерзат бауырымыз әкеп жайғастырып кетті. Бағасын сұрамадым енді. Қанша теңге деп нөмірдің. Бірақ енді көрініп тұр. Арзан емес сияқты. Брендінің бастығы мен кезік танысып жатырмыз. Бізді қонақ үйден алып келді. Кешкі ас Юзун деген кісі. Қуандықтың Сума брендінің айтқан заводының. 5万吧。那很厉害。 Қайырлы таң. Қытайдағы алғашқы түнді өткі таңда атқыздық. Неки рум-тур кішігірім, мұнау терезеден көрініс, телевизор, как көрініс су, тефаль, үтік бәрі бар екен. Сосын әлі қызық дүние вино екен. Біз теспедік бірақ. Монетің картасы қойған. Чай-пай, холодильник. Обязательно холодильник. Онсыз никак же. Вот. Момент. Кіре берісі. Ванна. Но шауэр. Қысқаша. Неки көк. Жасыл. Көк. Онда жасыл нөмірі болатын болса. Электрический машиналар екен. Алғанда осындай көк болатын болса.
Олар бензинмен жүреді деген сөз. Мына жерлерде басылып қалған тауар дейді, яғни артылып қалған тауарлар ғой. Артылып қалған тауарлардың остатоктердің базары екен Юдағы. Киім барлығы ма? Киім болсын, басқасы болсын, барлығы болсын. Қандай заводтан, қандай саудадан не артылып қалады, сол жерге алып келіп, вообще санап. В общем, кез келген тауарды байланысқа шығып, анық-қанығын бағасын келісіп, сапасын бәрін нақтылап көз жеткізгеннен кейін, бұл жігіттер еще бір заттың, мысалы, бір ғана мысалы тәрелкенің өзін қанша жерде, қанша заводы бар, бәрін біледі, мысалы, қай жақта, қандай бағада, қандай сапада деген сияқты. Соның барлығын сізге ашық анығын айтады. Мына завод негізі арзан болғанымен сапасы нашарлау. Мына завод қымбат болғанымен сапасы жақсырақ деген сияқты сізге ашық анығын айта алады. Сіз бір сайттан көріп алып, арзан бағаны сайттан көріп алып, заказ бере беруіңіз мүмкін, маған осы керек деген сияқты. Негізінде ол сізге барғаннан кейін көңіліңізден шықпай қалуы мүмкін да. Соның барлығын алдын ала бұл жігіттер ескертіп айтады. Ана көңіліңізден шықпай қалуы мүмкін, себебі өте сапасы нашарлау деген сияқты тәрелкенің. Даже образец жіберіп беруге де болады екен, бұл жігіттер образец жіберіп беріп алады алдын ала, көру үшін. Бірнеше данасын көп том емес деген сияқты, мысалы. Сондай мүмкіндіктер бар екен жігіттерде. Базар аралап жүрміз. Мына жерде жаңа айтқандай остаток заттардың арзан баға сатылатын орталық екен. Жалпы бұл жерде қазақ ұйғырлар біраз баршылық екен. Шетелге салмаса да бұл жердегі заттарды. Мысалы өзіміздің ауыл жақсы Шиманнан тұрған. Сол жаққа да салады ше. Сол жаққа апарып сатады, елдер алады. Арзан болады ғой бұл жерде ше. Тек қана шетелге емес, яғни Қытайдың өзінің ішкі нарығына да осы жерден, осы районнан, Ю қаласындағы базардан алып кетіп сатады екен. Тағы бір ерекшелік айта кетейін деген, мысалы қазір Қытай тілін білетін қазақ бауырларым жетеді, бірақ көбісі саудамен айналысып жатқан болмауы мүмкін екен да, мысалы. Яғни сізді бір қаладан бір қалаға апарып тастау, жеткізу бір әдіске деген нәрселер мәселе жоқ. Бірақ қай жерде қандай арзан дүние бар, қай жерде қандай сапалы дүние бар, қай нәрсенің қайықта завод, қайықта деген сұрақтарға ол именно саудада жүрген, осы сауданың ортасында жүрген, осы Шалқар Ерзат деген жігіттер сияқты біледі екен да, сондай жігіттермен байланысу керек бай айтқанда. Қытай тілін білудің өзі жеткіліксіз айтқанда. Мысалы Қуандықта Қытай тілін біледі аздап, бірақ Қуандық екеуміз мысалы қазір Ерзаттың Шалқардың несімен жүрміз да, бағыт бағдармен жүрміз қазір қалада. Бұл жерде енді бәрі негізінен сөмке, киім, ойыншық, ыдыс-аяқ, әр өзі чүй бар сондай ше. Сол жерлерінде сатады ше, бір жері киім болса, бір жері ойыншық деген сөз, бір жері ыдыс-аяқ, бір жері әлгіндей үй жиһаздары, киім, әлгіндей кілем деген сияқты. Бір қызық жағдай болған ана карантин кезінде. Біздің қазақстандықтар карантин кезінде енді келе алмайды ғой. Сол кезде жатып алып онлайн сұрайды, мысалы осы жақтағы қазақ бауырларымыздан, яғни саудада жүрген. Олар заводтан барып сұрайды. Яғни сол кезде заводтағыларда сенім қалып қойған ұқсайды, яғни алмайды деген. Яғни қазақстандықтар алмайды деген сенім қалып қойған ұқсайды. Себебі көбісі заказ береді, сұрастырып, нақты алуға келген кезде бірақ алмай қалады екен да. Сол кезде біраз адамдары, біраз заводтарда сенім қалып қойған. Солай ма? Сондай жағдай ма? Мысалы, бұл жерде
кейбіреулері рәс алғада сұрайды ғой енді кейбіреулері ше. Енді кейбіреулері мысалы видео тарту үшін құрыш барып сұрап кетіп қалады. Сөйтіп заттер өткен ғой кейбір заводтарды ше. Барсаң, нағыз точно аласың ба? Алмасаң, мені мазаламасаң. Не алсам, бізге біраз бір нәрсе бер, сенің бар заводтарлар. Апарам деген сияқты, көрсетейін деген сияқты. Бұрындары заводтағылар көрсетіп, қажына жауап беріп, аралатуға былай айтқанда проблема болмаған. Қазір заводта сол бардық, барғанда сол Қытайлар айтады ғой. Алмайды бұлардың көбі сұраушы деп ше. Алмайды. Сөйтіп сенің болып қалған, олар да өздерінде ше, бір ой болып қалған ше. Бұлар алмайды, көріп қояды деп ше. Сөйтіп сәл зәтте болып қалған ше. Қазір сондай уже кішкене сенімділік жағынан өте көп сеніңкіремейді, себебі алмайды деген ой қалыптаспаған. Енді шынымен енді ондай ойлауға да себеп болып тұр ғой. Көбісі тек қана видео түсіріп алу үшін сұрайды, информация білу үшін сұрайды, соңында алмай қойған. Енді нақты қазір бұрынғыдай емес былай айтқанда. Заводтардың ашылып, көрсетіп деген нәрсесі. Нақты алатын болған кезде ғана, нақты ниетіңіз бар болған кезде ғана, соны білдіріп, одан кейін барып, уже сауда-саттыққа кіріссе болады қазір. Шынымен. Базарының арасында жүрміз. Сол жерде саудагерлер тұрады ғой жерде, Так, осылай тоже. Қандай приложение? WeChat'пен ба? WeChat'пен QR арқылы төлем жасауға болады. Так, жаңа ғана мен өзім футболкамды тамақ ішіп жатыр, майлап алдым. Жаңаша осы жерден футболка ала салып. Қанша? Юан? 59 юан, арзан. 59 юан, 60 юан, примерно ол қанша теңге? В общем, 60 юанның примерно бір 2000 теңге шығар. Пуманың баласы ғой. Оригиналы. Мына қараңыз. Пуманың баласы. Ой деген ауданға бара жатырмын, заводтар орналасқан. Короче, қала мен қаланың арасында бос орын жоқ қой. Барлығы құрылыс, әйтеуір бір нәрсе жасап жатыр. Біздікі сияқты мысалы айдалада жатқан еш жер жоқ. Барлығы әйтеуір не ауыл, не қала, не бір нәрселер салынып отыр, не завод, құрылыстар болып жатыр деген сияқты. Бірақ барлық жер жап-жасыл екен. Таулы аймақтарда біраз башын екен. Сөйердің өзін сұрайды, ше? Бір кішкендерді бірге алып кете ма? Жауапкершілік қыласың. Сен болмасаң ішпейтін еттен сен. Неғып сен оған тежеу самайсың, дейді ғой. Неғып бірге ішесің сен, дейді ғой. Сол үшін ішпегеніміз дұрыс болып, неге келдің? Андай қызық заңдарын естіп жатырмын да. Яғни көлікті правосы бар адам кез келген адам көлігін айдай алады. Яғни оның рұқсатынсыз. Яғни рұқсат қағазы құжатсыз ешқандай. Бізде страховка береді ғой обязательно. Страховка болу керек ол адамның айдайтын адамы деген сияқты. Бізде мына жақта ондай жоқ. Праваң бар ма? Көлікті бере салады. Яғни кез келген адамның басқа бір кісінің көлігі болса да сені айдай алып бересің. Оған ешкімнің ешқандай былай айтқанда несі жоқ. Әңгімесі жоқ, оны ешкім тексермейді деген сияқты. Сосын мынандай қызық жағдай бар екен. Егер бір команда болып 4-5 адам болып ішіп, сосын арасынан бірі көлік мініп кетсе, оны ұстап алса, яғни бір төтенше жағдай болып ұстап алатын болса, сол ішкен адамның барлығы жауапқа тартылады екен.
Бүкіл әлемге жібереді ғой енді осы жерде. Осы жерден жібереді. Осы жерден бәрі контейнерге тиеді. Тумовтың заводына келдік, мотоцикл. Қазір өзіміз көзімізбен көріп, заказ берген тауарларымыз шығып жатыр. Соны ескертетін жерін ескертіп, алып қосарын айтамыз. Бүкіл запчастары сақталатын склад сияқты ма? Яғни бұл жақтағы заводтардың барлығы осы принциппен жұмыс істейді. Яғни запчастары басқа жақта шығады, бір запчаст басқа жақта, екінші запчаст басқа жақта. Тек қана соңында завод құрастырумен ғана айналысады, құрастырып жүреді деген. Даже моторын басқа жақта өндіреді, крыласын басқа жақта өндіреді деген. Сонысымен ол әрі арзан, әрі жылдам деген сияқты. Походу обед кезінде келдік қой деймін, жұмысшылар демалып жатыр. Ұйықтап осы жерде. Бір кардон төсейді екен де ұйықтай береді екен демалып. Осы жердің жергілікті жемістері өте дәмді. Вообще ұнап отыр маған. Дайын болған мотолар тестейтін площадка мына жерде. Тестлеп болғаннан кейін обязательно қайтадан коробкаға салу үшін упаковкалейді. Рөлін, дөңгелегін бәрін босат. Тоже конвейерный система, ақырындап жылжып барады коробкаға салуға. Дөңгелегін бәрін босатып, салуға. Керек өздерінің заказы бойынша, заказчиктің қалауы бойынша сыртына жазулар жазғызып, орысша, қазақша сөйлейді. Орыстарға кетіп жатыр, Ресейге. Осындай коробкаға салып жібереді. Склад екен, үлкен. Жан-жақтан запчастарын бәрін жинап, осы жерде құрастырып қойды. Моторын ғана басқа жақтан құрастырып алып келеді екен, ше? Моторды бірақ құрастырып алып келген де, қалған нәрселері негізінен өздерінде бар екен өндіретін, ше? Моторын қанлығы бет тұрған жақта, ше? Рамканы өздері құрастырады, заказ бойынша қалғандарын жасады ғой айтқанда. Негізгі моторын өздері құрастырмайды ғой? Моторы басқа жағында. Қалған нәрселердің бәрін өздері жасайды екен әшеді. 3 этажды здание, ең жоғарысында склад, ортасында сборка, астында сварочный цех. Асты таза темір-терсектің жұмысы, рамка, анау-мынау бәрі құрастырылады. Бір-бірімен сөйлесіп жүрген жұмысшы көрген жоқпын. Барлығы өзінің орнында, ешкіммен шаруасы жоқ, жұмыстарын бәрін атқарып жатыр былайша. Өткіл варианты таза жүріп, екі қол жәшке салып, ақша табам дегендерде жоқ жерде. Қара жұмыс істейтіндерде көп негізі. Заводтардың бәрін... Ошын жұмысшылардан проблема жоқ дейсіз ғой? Сол өзі, осы жұмысшылары арқылы осындай заводтар құрылып жатыр ғой. Адам болмаса бүтін бәрі нәрсені әлгіндей. Адамсыз істеуге келмей отыр ғой әзір, ше? Бәріне адам керек сонда, ше? Адам істеп жатыр ғой. Біз қалғанына бармадық қой негізінен, ше? Нұрғын заводтар тұр ғой, қатар-қатар өзін қанша алды ғой. Ана жерде завод деген, басқа нәрсе де өндіреді ғой. Міне шикізат деген ғой, шикізат шығады ғой. Цехтан шығып, өндірістен шығып, шоурумға келдік.
Аны кішігірім әдемілер шорым жасап қойған. Анда осы мотоциклмен жарысып клуб алған кісілердің көптері тұр екен. Погода ыстық, қапырық ыстық, бірақ андай құрғақ емес. Влажность бар. Телеп жүресің, бірақ бұл ыстықтан адам қараймайды екен. Бұл ағартатын ыстық дейді енді. Осы жердегілердің айтуы бойынша. Бірақ телеп жүресің. Қатты андай күннің сәулесі қатты батпайды да өтпейді, бірақ почему-то телеп жүресің. Мысалы қуандықпен переводта отырсыз ғой, мысалы қуандықтың ортасында. Иә. Сол кездерде бір қызық жағдайлар болған ба? Кейбір кезде болған, бірақ ондай не емес, көп емес. Ол түсіндіре мен бұл кісінің айтқаны мен өзінің түсінгеніммен айтып беремін заводқа. Бұл кісінің промой аудар, мен промой аударсам кейбірлер дұрыс болмай қалады ше. Мен өзінің түсініктігімен айтып беремін да, түсіндіремін. Бұл кісінің айтқан былай несін аналарға түсіндіріп беремін. Жұмсақтап жеткізеді ғой. Енді олар жынды ма дегенді аударса болмайды ғой енді. Жаңа мысалы бір нені аударған кезде айтты ғой, ана ар жақта проблема айтқанын білдіртіп сөз басталмайды. Осындай бір не болып тұр деген кезде ана уже соған дайындалады ғой, андай көңіл күйменен. Сөйтіп мыналар бір өтініш айтқалы жатыр дегенді де эмоция арқылы білдіру керек қой. Мысалы жай аудара салмайсың да оны. 30% бермей қойсақ бола ма десең, ол келіспейді ғой. Соны майдалап жеткізеді, осылай дұрыс болады. Аған ақшамыз ана жерде тұрады, айланысқа түспей қалады деген сияқты. Сонан кейін бұл ақшаны бермесек бола ма деп айттық да. Оны промой мынандай бола ма десеңіз, ол не қылмай қалады. Ортада сол енді біз біраз селбесеміз сол. Дұрыстап аудармаса. Былай айтқанда, в общем, жай переводчик емес, саудагер переводчик болу керек қой, мен дұрыс түсіндім ба? Яғни екі жақтың да еститін сөздерін айтып беруіміз керек. Екі жақтың да проблемаларын ескеріп отырып, былай айтқанда, нюанстарын ескеріп отырып, екі жаққа дұрыс сөйлесіп жеткізе білу. Яғни, мысалы, сіз келіп осы жерде, мысалы, бір заводтармен кезігетін болсаңыз, мысалы, Ерзат, Шәкең, Шалқар деген бауырларымыз бірге жүретін болса, арасыңызда, яғни саудан тілін білетін кісілер де бұлар. Сол кезде олар жай прямо аудара салмайды сіздің өтінішіңізді, болмаса сіздің вопростарыңыз. Яғни оларға дұрыс жеткізіп. Мынандай да моменттер бар екен да, яғни сөйлесу переговор барысында сіз сұрақ қоясыз. Оны біздің мына жердегі Ерзат, Шалқар бауырларым саудада жүргеннен кейін ол сұрақты тікелей аудара салмайды. Алдын ала сізге варианттар ұсынады да, былай деп қалсашы егер, ал былай деп қалсашы деген сияқты. Сол кезде сіздің өзіңіз сұрағыңызды өзіңіз ойланып қалуыңыз мүмкін екен. Яғни бұл сұрақты кейде қоймай қойыңызшы деген сияқты даже сұрағыңыз қайтып алуыңыз мүмкін да. Яғни ал осы жерде басқа бір жай ғана переводчик болатын болса, саудадағы хабар жоқ, ол кезде тікелей аударады да. Яғни сіз отрицательный жауап алуыңыз мүмкін, өте кері жауап алуыңыз мүмкін деген сияқты. Мысалы, олардың да жаңағы Қытайдық кәсіпкерлерінде ойын өзгертіп жіберуіңіз мүмкін, сіз жайлы деген сияқты. Сондықтан алдағы уақытта ескеретін дүние ғой, жалпы кіммен жұмыс істесеңіз де, саудада жүрген, кәсіпте жүрген жаңағы жігіттермен, осы жақтағы қазақ бауырларымызбен жұмыс істеген жақсырақ. Мысалы, Ерзат, Шалқар деген сияқты. Бірінші заводқа кіріп бастадық, барлығы от души. Мен жаңа сұрадым, сіздер жұмысшылардан проблема жоқ па деп. Яғни осындай роботтар жұмыс жасайды. Конвейерная линия, план, продажа, вот. Ана ортасында бар. Пока тірімін.